Мөңке би шамамен 1675 жылы Ақтөбе жақта дүниеге келген. Руы Әлімұлы, оның ішінде шекті. Кіші жүз ханы Әбілқайырдың кеңесшісі болған. Хан онымен санасып, ақыл кеңесіне құлақ түрді. Мөңке би қазақ халқын не күтіп тұрғанын болжап, оны келер ұрпаққа өлеңдетіп жеткізген. Азарсын жұртым азарсын, азарының белгісі. Құрамалы қорғанды үйім болады, айнымалы төкпелі бейім болады. Халыққа бір тыйым пайдасы жоқ, ай сайын бас қосқан жиын болады. Ішіне шынтақ айналмайтын ежірей деген ұлым болады. Ақыл айтсан ауырып қалатын бедірей деген қызым болады. Алдынан кес-кестеп өтетін кекірей деген келінім болады. Ішкенін сары су болады, берсен итін ішпейтін, бірақ адам оған құмар болады. Қиналғанда шапағаты жоқ, жақыным болады. Ит пен мысықтай ырылдасқан, еркекпен қатының болады. Ертеңіне сенбейтін күнім болады, бетінен алып түсетін інім болады. Ала шұбар тілім болады, дүді малдау дінім болады. Әйелінің базаршы болады, еркегің қазаншы болады. Жылқы жұлдыз болады, қой құндыз болады. Кейбір жерге тенеледі, әйел ерге тенеледі. Көл теңізге тенеледі, сиыр өзге тенеледі. Ақыр заман адамы сағынып тамақ жемейді. Ашшыны ашшы демейді, тапқанын олжа дейді. Алхан білгені молда дейді. Бір-біріне қарыз бермейді, шақырмаса көрші-көршіге кірмейді. Сарылып келіп тосады, құны жоқ қағазды судай шашады. Заман ақыр боларда жер тақыр болар, халқы пақыр болар, балалар жетім болар, әйелдер жесір болар, әдесе мә дейтін кесір болар. Бас қосылған жерлерде әйел жағы дем болар, жаман жақсы айтса да өзінікі жөн болар. Орай салып бастарын, жалпылдатып шаштарын, тақымдары жалтылдап, емшектері салпылдап, ұят жағы кем болар, сөйткен заман кез болар, түзелуі қиын болар. Мінекей, көріп тұрғаныңыздай Мөңке би қателескен жоқ. Оның айтқаны айнымай шығып, қалың қазақты бір шошытты. Оның айтқандары әлі күнге дейін орындалып жатыр.